Сәлем достар, бүгін бізде HTML-дің 4-ші сабақ. Біздер алдыңғы сабақта input-тың біраз өзімізге пайдалы формасын түрлерін үйренген болатынбыз. Енді бізде бүгін input-тың максималды толық түрін үйретуге тырысам. Input-тың түгелін сосын бітіреміз, сосын тағы да келесіне өтеміз тақырыптарға. Енді бастайық. Бізде алдыңғы сабақта радио типімен, input ішін радио типімен мынандай қылып жазған болатынбыз. Бізде мынандай шығарып тұр, бұл қате. Мына жерде тесттерді білесіздер, тек біреуін таңдауға болады. Мына жерде таңдағаннан кейін disable уже таңдалмай қалады. Тек үшеуін де таңдауға болады. Ондайды жөндеу үшін бізде name деген сөз бар. Name дейміз, мысалы n, любой зат жазып қойасыздар, любой name десеңіз болды. Ішіне любой заттар жаза бересіздер. Сосын не бүйтіп таңдайсыздар, біреуін таңдайсыз, тек қана біреуін. Енді мынандай не тест құрайық қазір. Мысалы мынандай p дейміз. P дерсек болады. Сіз үйренгіңіз келетін тіл. Үйренгіңіз келетін тіл дейміз. Мына жерде Python, сосын PHP, C# тек. Сосын мына жерге input-пен жаңағы submit жазамыз. Submit не жаңағы кнопка еді. Submit мына жерде value what жіберу деп қоямыз. Міне, сіз үйренгіңіз келетін тіл. Мына жерде ең басты C# үйренген, сондықтан жіберу дейміз. Жаңағы name қойғаннан кейін біреуін ғана таңдай аласыз болғаны. Бұл енді тест жасаған кезде өте қатты керек. Тест осымен жасайды. Так, енді достар, біздерде checkbox деген түрі бар. Checkbox. Checkbox. Бұл енді жаңағы не? Checkbox. Қазір көрсетемін сіздерге checkbox дейміз де, ішіне не жазамыз. Checkbox ауыстырып тастайық. Үйренгім келеді. Енді бүйтеміз. Мына жерден біреуін таңдаймыз, сосын птичьего кәдімгі, сосын жіберу. Мынада бірақ бір жақсы жері. Checkbox-тары білесіздер өзіңіз. Мынада тек біреу таңдалады, checkbox-та любой таңдай бересіздер бұлай. Бұл енді птичка деген зат. Жіберу. Болды. Қазір қайттан жасайық. Жаңа бір зат көрдім. Болды, короче, осындай зат. Енді біздер максимальный үйреніп кету үшін тағы да input-тың түрлері бар. Олар мысалы, бұл бірақ input-қа жатпайды. Сонда да керекті зат, қатты керекті зат. Select. Мына жерге select дейміз. Сосын мына жерге option. Тағы да жабылған түрі option. Мына жерге мысалы сіздің жасыңыз деген зат шығару үшін 14, 5, 46
жоқ, мысалы қазір иә осындай любой әйтеуір мынаған мысалы құр жас емес, любой зат жазуға болады. Мысалы сіздің қалаңыз деп қояйық, мысалы жақсы. Жоқ, жасыңыз бола берсін. Маған бәрібір. Мына жерге параграфпен жазамыз. Сіздің жасыңыз. Енді көрейік қазір. Мына жерде мынандай таңдайтын зат қой. Любой категория бір заттарды істеп қоюға болады. Жіберу, міне. Жіберу болды. Так, блин, мынаған не қосуға болады тағы да. Сіздің жасыңыз. Иә. Сосын disable деген зат бар бір. Disable. Міне, таңдай алмайсыз. Disable деген жауып тастаңыз, ашып көтердім. Disable деген осындай зат. Енді келесі inputқа көшейік. Input уақыт аздап келе жатыр екен. Сол үшін тез үйретейін сізге. Input type сарылшымарды алып тастайық. А то бізге мешать етіп жатыр. Мына жерге input type range деген бар. Тұтыңыздар, range емес, бірінші маңызды үйренейік. Мысалы date, time, local деген бар. Бұл да бір өте жақсы не, календар. Мысалы міне, мына жерде күн, 1, 2, ай, год, 2018. Мына жерден таңдаймыз, короче. Бит таңдай беруге болады. Короче, осылай таңдай береміз. Date time бұл енді жаңа календар бір зат таңдауға керек, өте жақсы. Өте пайдалы зат. Так. Келесі бұларды жаңағы бөліп жазуға болады. Мысалы time бар. Сосын month бар. Жоқ, week жазайық. Week, month, уақыт, апта және де ай деген сөз. Мына жерде міне кәдімгі полный күні, айы, жылы, уақыты түгел берілген. Мына жерде бөлек-бөлек уақыт. Мына жерде апта берілген. Жылы. Мына жерде уже жаңа тек қана ай. Осындай пайдалы жаңағы тег. Так. Енді бізде input'та тағы да басқа қызықты тегтер бар. Мен бұны осы сабақта барлығын бітіргім келіп отыр. Color деген тег бар, және де file деген тег бар. Бұлар өте пайдалы тегтер негізі. Қазір параграфқа алмасақ болмайын деп тұр. Параграф. Деймізді, мына жерге қойып. Сосын кетіп тастаймыз. Жалпы осы input дегенде өте көп заттар жазуға болады, көп. Мына жерде жаңа уақыттар, мына жерде color деген бар, түс. Бұны бір любой затқа қосып қоюыңызға болады, мысалы. Мынау енді негізі жаңағыдай бұны CSS, PHP, JavaScript пен түрлі зат жасауға болады. Осы color деген өте керекті тегтердің бірі, бірақ барлығына керек емес, жалпы. Мына жерден мысалы бір зат жүктейтін болсаңыз, открыть индекс HTML мысалы. Осындай бір заттар шығады. Жалпы почтада бар ғой жаңағыдай.
жаңағы бір бір файл таңдайсыз да соны жіберетін. Осындай мен сайтқа бір жүктейтін болсаңыздар да біреу жаңағы қолданушылар жүктейтін болса да мысалы открыть деген болсаңыз index.html ана десеңіз уже файл не выбран деп тұрады. Достар, енді осы видео соңына жетті. Видео ұнаса каналға жазыламыз, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Каналдың колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.